Мен Машықкер Теспаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 3-ші сыныпқа арналған жаратылыстану пәнінен аз қорыту жүйесі тақырыбына видео сабақ жүргізетін боламын. Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Балалар, қазір бізде жаратылыстану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын кішкене көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ол үшін менің артымнан мына өлең жолдарын қайталайық. Екі көз не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі құлақ не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Екі қол не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Екі аяқ не үшін қажет? Шетте жүрсең, туған жерге жету үшін, ал басың не үшін қажет? Бәрін ойлау үшін. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ендеше орнымызға отырамыз. Әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Балалар, өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Біз аз қайда қорытылады тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына аз қорыту жайлы қосымша оқып келуге, аз қорыту қайдан басталатынын оқып келуге, аз қорытуға қандай ағзалар қатысатынын жаттап келуге берген едім. Барлығымыз ізденіп келдік деген сенімдемін. Үй тапсырмасын мен кез келген бір оқушыдан сұраймын. Оқушының жауабын тыңдап болғаннан кейін сендер пікір айтып, толықтырулар енгізесіңдер. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Үй тапсырмасын айтып болдық. Ендеше барлығымыз тақтаға назар аударамыз, және әрқайсымыз өзімізді жеке бағалаймыз. Оқушылар, әрі қарай барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Берілген бейне материалды дұрыстап қараймыз. Таңертең таңғы ас іштіңдер. Тамақ қайда кетті? Не болды? Жеген тамағымыз ағзада 6-8 метр жол жүреді екен. Бұл қалай? Байқап көрейік. Тағамның саяхаты неден басталады? Алдымен тамақты ауызға саламыз. Аузымызда не бар? Әрине тіс. Тіс не істейді? Тістеріміз диірмен сияқты жұмыс істейді. Олар ұсақтайды және тағамды шайнайды. Бұл өте маңызды жұмыс. Ауызда тамақ жақсылап шайналу қажет. Тіл және тамақты кемен ылғалдандырғаннан кейін жұтқыншаққа жылжытады. Тамақ жұтқыншақтан соң неге өтеді? Жұтқыншақтан өңешке өтеді. Өңеш арқылы тамақ асқазанға келеді. Асқазан сөл бөліп шығарады. Асқазаннан бөлінген сөл тағамға араласады. Содан кейін өте тығыз орналасқан ішектің ұзын жолы басталады. Ол мөлшері 8 метрге дейін созылады. Ішектің аш ішек және тоқ ішек деген түрлері болады. Тамақ осы жолды басынан аяғына дейін өткеннен кейін ғана мөлдір сұйықтыққа айналып, қанға сіңіп, бүкіл денеге таралады. Ас қорытуда бауыр қандай рөл атқарады дейтін болсақ, бауыр ас қорыту үшін ішекке майды ерітетін арнайы сұйықтық бөледі. Ас қорыту шамамен 7 сағатқа созылады. 7 сағат бойы біздің ағзамыз тағамдардан қоректік заттарды өзіне сіңіреді. Ал қорытылмаған тамақ ағзадан шығарылады. Балалар, бейнематериалда не жайлы айтылған? Кім не түсінді? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз ас қорыту жүйесі. Бұл сабақта біз тағамның ағзадағы жүретін жолын білетін боламыз. Оқушылар, мына сұрақтарға жедел жауап беріңдерші, барлығымыз ойланамыз. Тағамның құрамында ағзаның дамуы мен өсуіне қажетті қандай қоректік заттар болады?
Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Келесі, ас қорыту жүйесіндегі ең маңызды ағзалар қайсы? Барлығымыз мұқият ойланамыз. Тамаша балалар, келесі сұрақ, ас қорыту қайда басталады және әр кезеңінде тағам қандай өзгерістерге ұшырайды? Өте жақсы балалар. Ас қорыту үдерісінің қандай маңызы бар? Қане ойланамыз балалар. Оқушылар, және соңғы сұрақ, ас қорыту үдерісін қалай жақсартуға болады? Әрі тездетуге қалай болады? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ары қарай жалғастырамыз. Оқушылар, сендер адам күш қуатын әлсілеу жолдарын білесіңдер ме? Тамақтану тәртібін сақтау қажет пе? Адам не үшін тамақтанады? Күніне неше рет тамақтанған жөн? Ағза жұмсаған энергияның орнын толықтырудың уақыты келгенін қалай түсінеміз? Қане ойланып көрейікші. Балалар, барлығымыз орнымыздан тұрып, сәл сергіп алайық. Барлығымыз менің артымнан қайталаймыз. 1, 2, 3. Бойға жинап күш. Қолды сермеп аламыз, үлкен адам боламыз. Жарайсыңдар, өте керемет. Орнымызға отырамыз. Балалар, сендер астың саяхатын білгілерің келеді ме? Ас қорыту жолы астың қоректік зат пен энергия тарата отырып, ағза арқылы жүріп өтетін жолы. Оқушылар, қазір әрқайсымыз жеке жұмыс орындаймыз. Тағамның жолы неден басталады? Ас қорыту мүшелерінің әрқайсысы қандай қызмет атқарады? Олардың қызметінің ерекшелігін түсіндір. Осы сұрақтарға жауап беріп, жазамыз және өз ойларымызды түсіндіріп айтамыз. Барлығымыз тапсырманы орындап болсақ, тақтаға назар аударамыз. Өзімізді бағалаймыз. Балалар, таңертең таңға ас іштіңдер. Тамақ қайда кетті, не болды? Жеген тамағымыз ағзада 6-8 метр жол жүреді екен. Бұл қалай болды? Тағамның саяхаты неден басталатынын білесіңдер. Біз оны бейнематериалдан көрген болатынбыз. 7-8 сағат бойы біздің ағзамыз тағамдардың қоректік заттарды өзіне сіңіреді, ал қорытылмаған тамақ ағзадан шығарылады. Барлығы түсінікті болса, есімізге бәрін түсіріп, бақылау парағын толтырып, зерттеу жұмысын жазайық. Ол үшін әрқайсымызға мынадай бақылау парағы беріледі. Алдымен ретін, келесі ас қорытуға қатысатын мүшені жазасыңдар, және ол мүшенің қызметін жазып кетесіңдер. Барлығымыз жақсы орындадық деген сенімдемін. Және де барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Өзімізді жеке бағалаймыз. Балалар, барлығымыз ойланып көрейікші. Суды қалай және қай уақытта ішу керек? Қалай ойлайсыңдар? Білесіңдер ме? Судың адам ағзасындағы зиянды заттардың шығуына әсер етеді. Ғалымдар суды ас қорыту жүйесінің ең жақсы көмекшісі деп есептейді. Су ағзамыздағы зиянды заттардың шығуына көмектеседі. Ал қалай ойлайсыңдар, неліктен дәрігерлер тамақтану аралығында су ішуге кеңес береді? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ендеше сабақты қорытындылау үшін сұрақтар реті жазылған кестеге қосу және азайту таңбаларын қою арқылы сұрақтарға жауап бересіңдер. Ол үшін мен сендерге мынадай кесте беремін. Бұл жерде 10 сөйлем берілген. Бұл сөйлемнің қайсы дұрыс немесе бұрыс екенін сендер өздерің белгілейсіңдер. Белгілеп болдық. Ендеше барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Және де әрқайсымыз өзімізді бағалаймыз. Оқушылар, сабақтың басынан әрқайсымыз өз-өзімізді бағаладық. Ендеше сол бағалаудың нәтижесін тексерейік. Бүгінгі сабақта кім неше балл алды? Жарайсыңдар, керемет. Кім жоғары балл алды? Өте керемет, балалар, сабаққа белсене қатыстыңдар.
Ал кім төмен баллды, келесі сабақта одан да жақсырақ қатысуға тырысамыз. Барлық тапсырмаларды мұқият орындаймыз. Оқушылар, кім сабақтан алған әсермен бөліскісі келеді? Мен сол оқушыға микрофон беремін. Жаңа ақпарат жайында, одан алған әсері, не үйренгені, нені әлі де біле түсіну керек екенін туралы сабақтан алған әсерлеріңді еркін жеткізу керексіңдер. Қане, кім айтады? Жарайсыңдар. Ары қарай бізге үйге тапсырманы жазып аламыз. Оқулықтың 53-ші бетіндегі аз қорыту жайлы оқу, оны мазмұндап келу. Үй тапсырмасын барлығымыз жазып аламыз. Үй тапсырмасын жазып алдық. Ендеше мен сендердің әрқайсысына күлегештер білемін. Ол күлегештер сабақ туралы ойланып, бүгінгі алған білімінді анықтайтын күлегештер. Егер де кім күліп тұрған күлегешті таңдаса, бәрін түсіндім, түсініксіз жерлері болған жоқ. Ал егер де көңіл күйі жоқ күлегеш болса, түсіндім, бірақ күмәнім бар. Және де ашуланып тұрған күлегеш болса, ештеңе түсінген жоқпын, қайтып оқу керек. Қанеки, кім қайсысын таңдайды? Жарайсыңдар балалар, сабақ аяқталды. Бүгінгі сабаққа әрқайсысын белсене қатыстыңдар. Сау болыңдар.